Арғарай жалғастырамыз және бүгін мінеки 1-ші қыркүйекте еліміздегі мектептердің көбінде алғашқы қоңырау соғылады. Сонымен қатар балалар барып өздерінің алғашқы қоңырауын естігеннен кейін осы алғашқы мектеп оқу жылдарын бастауы мүмкін, немесе келесі оқу жылы басталуы мүмкін. Осыған орай студиямызға бізге қонақ келді. Қонағымызбен таныстырып өтейін. Ол Номад станс каскадерлар тобына басшылық етіп жүрген құрмет орденінің иегері, сонымен қатар Қазақстанның еңбек сіңірген қоғам қайраткері, ал сонымен қатар көп балалы әке Жайдарбек Күнғожинов біздің студиямызда. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз аға, қайырлы көргенімізге қуаныштымыз. Енді көп балалы әке деп жатырмыз, бұған қоса жаңа бір тағы да лауазым қосылады, себебі ұстаз болады деп естіп жатырмыз. Енді бұл туралы кейінірек айтамыз. Жайдарбек аға, айтыңызшы, 3 оқушы бар екен үйде. Кенже қызыңыз 1-ші сыныпқа барады екен. Дайындық қалай? Мен дайындық бір айдан басталды, бір ай бұрын басталды. Дайындалу 1-ші классқа баратын балға сон кішкене уайымдап, дайындалды, бірақ қазір бүгін енді барады. Дайындықтың бәрі жақсы өтті деп ойлаймын. Барлығы сақадай сай? Дайын етіп жібердіңіздер, Енді сонда бүгін сіз бізде қонақтасыз. Қызыңызды 1-ші сыныпқа алып барған жоқсыз. Қайда барасыз бүгін сонда? Бүгін Жүргенев академиясына барам. Бүгіннен ертеңнен бастап сол жерде жұмыс істеймін. Сцен-движение актердарға мұғалім болып істеймін деп жатырмын. Жас актерларды жаңа ұстазбен таныстырамыз енді, осылай. Керемет бастама. Енді осы өзіңіздің жұмысыңыз, былай айтқанда, барлығы сізде күнделікті жарты жылға, мүмкін 1 жылға алдын ала жазылып қояды, Ал балаларыңызды сондай бір қатал тәртіппен ұстайсыз ба, әлде қалай? Әрине тәртіп керек қой. Әрине бәрі спортта, үлкен ұлымнан бастап бәрі спортта. Олардың да күнтізбесі күнделікті жазылып тұрады. Сен мынандай уақыттан мына жерге барасың, мынандай уақыттан мына жерге барасың. Әрине, таңертең ода школға барады, сосын бір тренировка, түстен кейін. Қандай спорт? Қыздарымда художественный гимнастика, кішкентай ұлымда акробатика. Акробатика. Үлкен ұлыңыз жаныңызда білемші? Жанында, олмен бірге тренироваться еткенбіз, муайтаймен. Қазір ол менімен бірге каскадер болып жұмыс істейді. Ал кіші ұлыңыз ол да осы жолды қуып жүр ме? Білмеймін әлі, бірақ тренировкаға барып жүр. Әзірге белгісіз дейсіз. Белгісіз, кішкене өскөсім бір 16 жасынан кейін белгілі болады. Енді бала тәрбиесінде айтыңызшы, мысалы үлкен ұлымды өзімнің қасыма алдым деп жатсыз. Сіз өзіңіз қалай байқайсыз? Мысалы, баланың не нәрсеге бейімі бар дегенді? Бір өзіңіздің бір құпияларыңыз бар ма, бөліссеңіз тәрбиедегі? Енді ең бірінші әрине әрбір спортқа беру керек. Өзі енді бала таңдап, осылай мұна тренировка жасаймын, маған ұнайды деген кезде тоқтаймыз. Қыздар міндетті түрде художественный гимнастикаға бердік, әйеліміз екеуміз. Әйелімді өзі каскадер болып істеген, циркта істеген көп, сондықтан художественный гимнастикаға берейік деп екі қызымыз сонда бердік. 4 жасынан художественный гимнастикада. Алдымда өзім акробатикаға бердім. Алдында гимнастикаға баратын болды, спортивный гимнастикаға. Енді сіз өзіңіз көп балалы әкемін деп жатырсыз ғой, 4 балаңыз бар. Енді осы көп балалы әкелердің өздерінің бір артықшылықтары бар ма? Бұлай айтқанда енді бір мемлекет жәрдемақы төлейді, неге деген сияқты, мүмкін декретке шығасыз ба өз уақытында? Жоқ, біз мысалы үлкен ұлым туғанда 3 айынан бастап біз жұмыс істей бердік әйелімізбен, циркта істегенбіз сонда, акробатикада. Сондықтан бізде енді ондай жоқ, уақыт керек балаға деп бізбен бірге жұмыс істеп өсе береді. Үлкен ұлым 5 жасынан бастап, каскадер біздің командада жұмыс істеп бастады. Яғни бала кішкентай кезден үйде не көрді, өскенде соны жасайды дейсіз ғой? Әрине. Яғни кіші ұлыңызда каскадер болатынына сөзсіз сенеміз деп ойлаймын. Енді қазір атқа да мінеді, өзімізбен тренировка жасайды, қасымыздан шықпайды. Енді Жайдарбек аға, айтыңызшы, жаңа ұстаздығыңыз туралы айттық дедіңіз. Бұрын ұстаз болып жұмыс жасамадым дедіңіз. Осы туралы айтыңызшы, жалпы сіздің дайындығыңыз қалай? Ұстаз болу үшін қандай бір дайындық жасап жатсыз ба? Әрине дайындық, өз программаны жазып, қалай актерді қалай дайындайтынды. Мен енді көп жыл сцен-движениемен айналысып жүрмін. Енді каскадер болсын, көп актердарды дайындадық, Америкадан да, шетелдің көп, Болливудтан да актердарды, ол мынандай процесс, үзілмейтін процесс. Енді мына Жүргенев академиясына кеп, актердарды дайындап, жақсы дайындап, келешекте Құдай қаласа кино шыққанда ұят болмайтындай, өйткені шетелде солай дайындайды. Енді сол опытымды осы Жүргенев академиясына келейін деп жатырмын. Ректорымызға рахмет, мен шақырғанына.
Сондықтан келесі жылы мүмкін отдел ашамыз, актер, каскадер, кино деп. Онда міндет түрде бәр сцен-движениемен өтеміз, қылыштасу, акробатика. Теория болады, тәжірибе болады, барлығы болады ғой. Иә, әрине. Сосын ағылшын тілін оқу керек. Сонымен біз сонда жақсы бір актердарды, білімді актердарды шетелге шығарайық деп сондай. Енді Жайдарбек аға, шетелмен жұмыс жасайтындарыңызды білеміз. Дәл қазір жұмыс қалай жүріп жатыр? Қандай елдермен келісімшартқа отырдыңыздар? Қанша каскадеріңіз шетелде жүр, осы туралы айтсаңыз? Биыл Саудовская Аравияда жұмыс істеп келдік. Ол жақта Марвелдің актерлары болды. Содан кейін Англияда 10 бала жұмыс істеп келді. Ридли Скоттпен, Гладиатор деген кино түсіру режиссермен. Қазір Турция істеп жатыр. 3 проектта Южный Африкада HBO-ға істеп жатыр. Warrior деген бір Брюс Лидің сценариясымен. И қазір Катарға кетті бір жігітіміз, сол жаққа жұмыс істеуге. И Қазақстанда бір 5 проектіміз бар қазір. Енді осыншама жобаның барлығын алып жүрсіз, е? Сонымен қатар жүргенде барып сабақ берем деп жатсыз. Үлгересіз бе осының барлығына? Үлгерем. Станция жайына алып көрмей ме? Жоқ, әрине. Өйткені менде 2 сағат жетісіне үлгерем деп ойлаймын. 2 сағат. Иә. Биыл 2 сағат. Оны көбейту ойда бар ма? Әрине, келесі жылдан көбейтеміз. Иә, уже отдел ашқан соң өзіміздің неміз специализированный неміз бар, базамыз бар, каскадерский. Сол жаққа апарып үйретіп, өткен жылдан енді оған көбірек уақыт кетеді. Яғни біздің жас актерлеріміз бұйыртса жақында енді ағылшын тілінде сөйлейтін болады, каскадерлік шеберлікті меңгереді, және атқа отыру, қылыш ұстау деген сияқты соның барлығын меңгереді ғой, иә? Иә, әрине. Өйткені біздің тобымызда бір 5-6 жыл бұрын 5 актер келген. Қазір актер каскадер болып өз тобымызда жұмыс істеп жүр. Шетелге шығып. Мысалы, қазір Жандос Айбасов деген жігіт, ол міне қазір Катарға кетті. Иә, оның алдында мен Диснейда істеп келді, Новый Зеландия алдында Турцияда солай актердар шығарып жатырмыз. Одан кейін сосын Наматстанс дублер ретінде көп қолданылмай кетеді дейсіз? Иә, әрине, өйткені актер болған соң көп қолданбайды, өйткені өзінің жұмысын өз істей береді, бәрі төбелеседі, құлайды, жанады. Сондықтан ойлаймын, сол керек бізге деп. Енді айтыңызшы, каскадер болу үшін, каскадер болғысы келетін, актер болғысы келетін қазір жастар көріп отырса, қандай қасиеттері болу керек? Енді бұрын былай ала беретін, өзім алып, көріп, үйрететінбіз. Қазір енді тобымыз 86 адам болған соң, әрбір мемлекеттен жігіттер бар, қыздар бар, 12 қыз бар біздің арамызда. Алдындағы 2 қызымыз неде істеп келді? Сэмюэл Л. Джексонмен істеп келді, Чехияда. Қазір 2 қызымыз Южный Африкаға кетті, сол Warriorға. Топта 12 қыз бар дедіңіз, иә? Енді керемет жетістік сияқты, шынымен де қазақтың қыздарының әрі жауынгер екендігін көрсететіндей секілді. Енді айтыңызшы аға, жалпы осы балаларды баулуда қандай ең басты тәсілдер, яғни сіздің ең басты негізгі тәрбиеге үйретесіз ғой, мысалы, өзіңіздің тобыңызда? Енді ең бірінші дисциплина. Ол әрине тәртіп керек, ол бірінші. Бізде, мысалы, біздің топқа келсе, біреу жастар келсе айтамыз, ең бірінші тәртіп, одан кейін бәрі, артынан бәрі. Сосын сыйластық, үлкендерді сыйлау керек, ол енді бұрыннан келе жатқан біздің заманда, біздің өзіміздің қазақ неміз ғой. Сосын спорт, әрине, тэквондо болсын, күрес болсын, бокс болсын, әрине спорт, енді бір 5 жыл айналысып, сосын бізге келсе, и бізде возрастной ограничение дейміз, бар 18 жасынан алып 23 жасқа дейін қаналымыз. Иә, өйткені аға, үлкен алғысымызды білдіреміз. Балаларыңыздың қадамы құтты болсын, зейіні ашылсын дейміз, жұмысыңызға тек табыс тілейміз. Ұстаздық қадамыңызға гүл бітсін дейміз, жүргендегі актерлардың барлығында каскадер қылып шығаруыңызға тілектеспіз. Иә, құрметті көрермен, ал дәл қазір бізде жұлдыз жорамал.